Бұл дүние кімнен қалмаған, жалғанды жалпағынан басып, мәңгі өмір сүрген жан жоқ әлемде. Осы орайда Абай атамыздың «Өлді деуге болама айтыңдаршы, өлмей тұғын артына із қалдырған» деген өлең шумақтары еріксіз еске оралады. Кейінгі буынға өлмес өнеге, ескірмес естелік қалдырған, аз ғана ғұмырында елеулі еңбегімен, ер мінезімен есте қалған әкеміз Өрдек Ізбасарұлы 1921 жылы 24 желтоқсанда Жангелдин ауылдық округінде дүниеге келді. Жастық шағы соғыспен тұспа-тұс келіп, 1941 жылы маусым айында отан қорғауға аттанды. 1942 жылы Сталинград майданына қатысып, 1943 жылы 29 маусымда қатты жараланып, госпитальда оң аяғынан айырылды. 1944 жылы аман-есен елге оралды. Осыдан соң Өрдек Ізбасарұлының өмірінде жаңа өмірдің жарқын сәттері басталды. 1945-46 жылдары Мұқыр мектебінде бастауыш мектеп мұғалімі, 1948-61 жылдары Жангелдин ауылдық округінде хатшы қызметін атқарады. Өрдек бар ғибратты ғұмырын халқына арнаған жан. Ол қайратымен ғана емес, биік азаматтық болмысымен, еңбексүйгіштік қасиетімен, отбасы, дос-жаран, туған-туысқа үлгі тұтарлық тұлға еді. Бірнеше мәрте медальдармен марапатталды. Жұбайы Қазихан қызы Жәнебамен отау құрып, 7 бала тәрбиелеп өсірді. Балаларының жоғары білім алуына, адал еңбекқор маман болуларына барын салды. Ұл қыздары өсіп өніп, әр салада қызмет атқаруда. Тұңғыш ұлы Мұхамедәлі 1946 жылы Қызылту совхозында дүниеге келді. Гурьев ауыл шаруашылық техникумын бітіріп, Миялыда әлеуметтік сақтандыру инспекциясында бас есепші қызметін атқарды. Жұбайы Алтынмен отау құрып, 6 бала тәрбиелеп өсірді. Тағдырға шара барма, ұлы Нұрлыбек 29 жасында жарық дүниемен қош айтысты. Орнында бар оңалар демекші, ұл қыздары ер жетіп, әке ізін жалғады. Мұхамедәлі 2019 жылы 73 жасында дүние салды. Екінші ұлы Мұрат 1948 жылы Қызылту совхозында дүниеге келді. Алматыдан механик-инженер, радио-телевизия мамандығын бітіріп, аз уақыт жұмыс жасап, кейін қарапайым шофер болып істеді. Жолдасы Лизамен отау құрып, 6 бала тәрбиелеп өсірді. 1997 жылы 49 жасында мәңгілік сапарға аттанды. Балалары өз алдына үй болып, әке ізін жалғастырды. Тағдырдың жазуына шара барма, қызы Ботагөз оқу орнын аяқтай алмай, ерте дүние салды. Үшінші ұлы Атапкел 1951 жылы Қызылту совхозында дүниеге келеді. Алғаш еңбек жолын 1977 жылы Гурьев облыстық прокуратурасынан бастайды. Қызылқоға аудандық прокуроры, Атырау облысы қорғаушылар одағының мүшесі қызметтерін атқарды. Еңбегі еленіп, кіші әділет кеңесшісі, құрмет грамоталарымен
марапатталды. Комсомол совхозында мектептің салынуына өз үлесін қосады. Жары Ғалиямен отау құрып, 5 бала тәрбиелеп өсіреді. 2004 жылы 51 жасқа қараған шағында дүниеден озды. Бүгінде атап келген тараған балалары әке ізін жалғап, бір-бір шаңырақ иелері. 4-ші ұлы Нұрберген 1956 жылы Қызылту совхозында дүниеге келді. Нұрберген отандық борышын өтеп келісімен кәсіптік техникалық колледжді бітіріп, ауылда қарапайым шофер болып жұмыс жасайды. Жары Нұрсұлумен отау құрып, 3 бала тәрбиелеп өсіреді. Қазіргі таңда Атырау қаласында тұрады. Балалары өз алдына отау құрып, жапырағы жайылған үлгілі отбасы. 5-ші ұлы Төлеген 1958 жылы Жангелдин совхозында дүниеге келді. Атырау педагогикалық университетін бітіріп, еңбек жолын Берқайыр Аманшин мектебінен ұстаздық қызметтен бастады. Ұлағатты ұстаз, оқу ісінің меңгерушісі, селолық әкім қызметтерін атқарды. Жары Жаңылсынмен отау құрып, 6 бала тәрбиелеп өсіреді. Еңбегі еленіп, құрмет грамотасы, алғыс хаттармен, үздік педагог медальдармен марапатталады. Бар саналы ғұмырын ұстаздыққа арнаған Төлеген 2011 жылы 52 жасында мәңгілік мекеніне аттанды. Үлкен қызы Ақмарал 1960 жылы Жангелдин ауылында дүниеге келді. Медицина колледжінің медбике мамандығы бойынша бітіріп, Балдырған балабақшасында медбике болып қызмет атқарады. Жолдасы Асылбекпен отау құрып, 4 бала тәрбиелеп отыр. Бүгінде немере сүйіп отырған бақытты отбасы. Кіші қызы Құралай 1964 жылы Қызылту совхозында дүниеге келеді. Қазіргі таңда Миялыда тұрады. Құралай Атырау педагогикалық университетін, кейін Жұбанов атындағы мемлекеттік университетін бітіріп, еңбек жолын Берқайыр Аманшин мектебінен ұстаздық етуден бастады. Құралай ұстаздық ете жүріп, ұлағатты ұстаз төсбелгісімен бірнеше мәрте алғыс хат, грамоталармен марапатталды. Қасиетті қара шаңырақта інісі Асқар мен келіні Нағима және балалары Әсет, Бекболсынмен бір шаңырақта тату-тәтті ғұмыр кешуде. 2014 жылы Құралай немере келіні Нағимамен Миялыда анасының атынан Жәнеба тігін цехын ашып, жаңа істі бастайды. Асқар мен Нағиманың ұлдары Әсет Жұбанов университетінің мұнай-газ факультетін, Бекболсын ауыл шаруашылық техникумның мал дәрігер мамандығын бітіріп, бүгінде вахталық қызметте жұмыс жасауда. Өрдектің ұрпақтары бүгінгі таңда жапырағын жайып, әрқайсысы өз алдына отау құрып, бақытты ғұмыр кешуде. Ұрпақтары бар болған соң шүкір дейміз артында, қайғы мұңды көрсетпесін деп тілеймін жалпыға. Құран оқып, дұға жасап, ниет қылып амалдап, Алла разы болсын деймін туған туыс халқыма. Мағыналы ғұмырында өзін сыйлы азамат ретінде қалыптастырған Өртек әкеміз бен Жәнеба анамыздың жаны жәннаттың төрінен болғай.